Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта ең маңызды деген бөлімді қарастыратын боламыз. Негізінде Arduino'ға питанияны қалай берген дұрыс. USB-мен беретін болса, бізде 5 вольт таза келмейді. Крона батарейкамен қуаттайтын болса, кейбір кроналар дұрыс стабильный тоқ бермейді. 12 вольт вход, 12 вольт выход беретін болса, яғни плюс-минусын беретін болса, бізде стабилизатор напряжения көп жағдайда істен шығып кетеді. Сол үшін бізге 5 вольт бізде постоянно выход болып табылатын еді. Негізінде шын өмірде 5 вольтты сырттан берсек те Arduino оянады. Яғни бүгінгі біздің негізгі сабақта 12 вольтты 5 вольтқа айналдыратын LM7805 дейтін 12 вольтты 5 вольтқа айналдыратын стабилизатор напряжения бар. Бізде обратный тоқ кетпеу үшін диод қолданамыз. Егер диодтың не екенін білмейтін болсаңыздар, алдыңғы сабақтан көрсеңіздер болады. Екі конденсатор қолданамыз, 10 микрофарадтық, яғни бұл жердегі айтайын деп жатқанымыз 12 вольт кіретін болса, мынау бізде 12 вольтты берсін. Входное напряжение 12 вольт, біз алуымыз керек соңында 5 вольтты. Оны қалай аламыз? Ең бірінші 5 вольтты диод арқылы өткіземіз инпутқа. Яғни 12 вольт кірді. Бізде конденсатордың положительіне жалғаймыз, красный. Бірақ бізде граундтар общий болады. Минус, минус. Және де сырттан келетін минусты да осы жерге жалғаймыз. Минустан минусқа жалғаймыз. Жақсы, сол жақ аяқталды. Аутпут бізде 5 вольт шығу керек. 5 вольт қалай шығады? Положительный дегеніміз бізде аутпутқа барады, красный. Отрицательный дейтін бізде ол минусқа барады. Неке минус. Сонда бізде аутпут қазір мына жерден бізге красный, 5 вольттың плюсы шығу керек осы жерден, красный. И общий минус бізде минус шығу керек. Сонда сырттан келетін 12 вольт плюсы стабилизатор напряжениеге барады да, конденсаторға бірінші емкість толады, конденсатор 5 вольтқа, одан конденсатор арқылы тағы 5 вольт болып шығады. Яғни конденсатор дегеніміз бізде бұл полярный конденсатор, плюс мен минусы бар, временный батарейка деп қысқаша қайтарсақ болады, себебі бұл туралы теория өте үлкен. Ал біздің диод тоқтың кері қарап шығып кетпеуіне мүмкіндік береді. Начать моделирование дейтін болса, қазір бізде 12 вольт берілетін болса, нәтижесінде 12 вольт плюс берілді, нәтижесінде 5 вольт алындық. LM7805 дейтін стабилизатор напряжения негізгі қызметі өте керемет. Конденсаторсыз да плюске 12 вольт беріп, минусқа 5 вольт алуға болады, бірақ конденсатормен жұмыс жасайтын болса, біздің долгосрочный жұмыс жасайтын болады. Дәл осылай, осыдан алынған мынау біздің негізгі минусымыз, мынау біздің негізгі плюсіміз, осылардың бәрін кішкентай макетный платаға пайт етіп жасайтын болсақ, 12 вольт кірген тоқ 5 вольт болып шығады. Ол не только 12, бізде 9 вольт берілсе де, 6 вольт берілсе де, нәтижесінде біз 5 вольт аламыз. Негізгі бұл жерде сақталатын ереже, входной напряжение, яғни 12 вольттың сырттан келетін тоқ, выходы напряжение аз болмау керек. Яғни бізде беретін напряжениеміз 5 вольттан жоғары болу керек. Егер 4 вольт болып кететін болса, бізде нәтижесінде 5 вольт дұрыс алынбайды. Қазір енді конденсатордың нәтижесінде алынып тұрған шығар, бірақ дұрыс болу үшін входной напряжение, выходы напряжениеден кем дегенде 1 вольтқа артық болуы керек. Сонда 12 вольт болсын, 9 вольт болсын, 12 вольтқа дейінгі кез келген тоқты бізге 5 вольт қылып шығарып береді. Вот осы жаңалықты бүгін сіздермен бөліскім келген. Осы минусты, осы плюсті Arduino'ға жалғайтын болсақ, әрине қазір бізде через USB арқылы питание беріліп кетеді, ал шын өмірде біздегі мына жердегі бұл бар болғаны плюс-минусы тексеру үшін ғана керек. Сонда шын өмірдегі мынаны пайт етіп жасаған практикалық стабилизатор напряжениеден минусты минусқа, плюсті 5 вольтқа беретін болса, біздің Arduino
өте ұзақ жұмыс жасайтын болады. Әрине қазір бізде USB арқылы питание беріліп тұрғандықтан нәтижесін байқай алмаймыз, ал практикалық тұрғыда мынау біздегі входной напряжение 12 вольтқа дейін кірді, бірақ нәтижесінде 5 вольт шықты. Осы белгілі блогер Хайдев дейтін жігіт бар, сол осы Arduinoға қалай питание дұрыс беру керек жайында видео түсірген. Дәл осыны біз Tinkercad'та тексеріп көрдік. Мінекей диод арқылы 12 вольт плюс кірген, конденсатордың плюсы мен иннің плюсы арқылы диод, минустар бізде общий, оң жағы аутпутының плюсы плюске, минусы общий минусқа барған. Сонда міне ортасы бізде минус, оң жағы бізде 5 вольт болған. Осылай біз Arduinoға питание бере аламыз. Ештеңен жасырғым келген жоқ. Осымен енді аяқтасақ болды. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар. Бәлкім біліп жатсақ жауап береміз. Келесі сабақта жүзгенше сау саламатта болыңыздар.